Сәлем балалар, қазақ тілі 3-ші сынып 23-ші сабақ. Бұсы дыбысының жазылуы. Балалар мәтінді оқып, түсініп оқып аласыңдар да, астындарға сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы? Мәтін экспо туралы. Бірінші, экспо неліктен бүкіл әлемді көрме деп аталды. Бүкіл елдердің өкілдері қатысқаннан кейін және өз тәжірибелерімен бөлісіп, біздің Қазақстан еліне келген болатын. Екінші, экспо 2017 көрмесі қайда өтті? Яғни 2017 экспо көрмесі біздің Астана қаласында өтті. Онда барлығын барды деп ойлаймын. Көрменің тақырыбы қалай аталады? Көрменің тақырыбы болашақтың энергиясы деп аталады. Мәтін дыбыс бар сөздерді көшіріп жазыңдар. Экспо энергиясы және эфирден де. Дыбысы дауысты дыбыс. Ол басқа тілден енген сөздерде жазылады. Эфир, эскалатор, экипаж деген және сөздің басында кездеседі. Берілген сөздерді қатесіз әдемілеп көшіріп алыңдар да, дыбысының асын сызыңдар және Эрмитаж, эстрада, экскаватор, эстафета сөздерінің дыбыстық талдау жасаңдар. Көп нүктенің орнына және әріптерін түйсісін қойып көшіріп жазыңдар. Көшеде электр шамы жарқырайды. Ұшақ экипажсыз орнынан қозғалмайды. Балаларға эстафета ойнау қызық болды. Енді осы сөздердің мағынасы қандай екен? Электр зарядының болуына және олардың қозғалысымен өзара әсеріне негіздеген құбылыстардың жиықтығы, электрден барлықтарында білесіңдер, оған жақындауға болмайды балалар. Экипаж қозғалатын құралда, яғни көлікте, мысалы кемеде, ұшақта, тікұшақта бірігіп жұмыс істеу. Эстафета әр командадан 4 адамнан қатысатын командалық жарыстан. Бұны сендер дене шынықтыру сабағында ылғи да эстафетамен жарысатын боласыңдар. Шынықсаң шымыр боласың. Эстафета жарысына құттықтау сөз дайында. Ол үшін осы беттегі сурет пен сызбаны пайдаланамыз. Яғни кімді, немен, қалай құттықтаймыз деген сұрақтар жазылып тұр. Енді сурет арқылы және сөздер арқылы, балалардың қолындағы шардағы сөздер арқылы біз осы сұрақтарға жауап берейік. Жарысқа қатысушыларды жеңістерімен шын жүректен құттықтаймыз деген осындай сөйлем құрастырдық. Сендер де осындай эстафеталы жарысқа барған кезде достарыңды, командаңды қолдау ретінде осындай сөздер жазыпсыңдар. Бүгін біз дыбысын жазылуы мен айтылуын өттік. Осымен сабақ аяқталды.